Дәл осындай тарталеткидің оригинал рецептімен бөлісетін боламын, ал сіздер салмасына не саласыздар өз қалауларыңыз. Мен сияқты тәтті ретінде де қолдансаңыздар болады. Ең алдымен мен осы жерде ұнды ыдысқа құйып алдым. Барлығының граммдары описанияда көрсететін боламын. Төменде тұр қыздар. Сосын осындай қатты морозильниктен шыққан сары майды алып теркадан өткізесіздер. Міндетті түрде сары майларыңыз морозильникте тұрғаны дұрыс. Кейін осылай кішкене еріп жатқан болса, ұнға ойнатып алсаңыздар жақсы өтетін болады теркадан. Барлығын біркелкі өткізіп алғаннан кейін осылай қолмен крошка жасайсыздар. Міндетті түрде ұзақ уақыт кетсе де, міндетті түрде жақсы ұнмен сарымай крошка болып араласуы міндетті. Көріп тұрсыз, кішкене ұзақ уақыт кетеді, бірақ сонда да осылай жасаңыз. Егер осы рецепт ұнаса, сіз құрбыларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар, достар. Кейін ішіне кішкене тұзды және де сахарный пудра. Егер сіз икра сондай нәрсе қолданатын болсаңыз, сахарный пудра қоспай қойсаңыз болады. Кейін үстіне разхлесель 3 дана жұмыртқаның сарысын саласыздар да жақсылап қамырды илейтін боласыздар. Қамыр иленгенше әдемі теста пайда болғанша жақсылап илейсіздер. Достар, менің арнамда өте керемет жаңа рецепттер бар. Жаңа жыл дастархандарыңызға керемет тағам түрлерін дайындап қойдым. Соларды көру үшін төменде подписаться бөлігін басып қойыңыздар. Міне қамырды илеп, жақсылап дайындап аласыздар. Осылай үгітіліп тұрады, ештеме етпейді. Дәл осыны жақсылап пищевой пленкаға орап, немесе бір ыдысқа бетін жауып қоясыздар. Солай холодильникте 1 немесе 2 сағат тұруы қажет. Міндетті. Кез келген қамыр негізі тұрғанына жақсы, сол сияқты бұл қамырды да 1 сағат немесе жарты сағатқа қойып қоясыздар. Кейін жарты сағат 1 сағат көлемінде холодильникте тұрған қамырды аласыздар. Кішкене осылай бір елеп жересіздер. Мұздай болған кезде осылай үгітіліп тұрады. Уайымдамаңыздар, ештеме қылмайды. Әр қайсысын 25 граммнан. Сіздерде егер таразы болмайтын болса, осылай көз мөлшерімен домалақтап жинап аласыз. Барлығының көлемі таразыға тартқан себебім көлемдер бірдей болу керек. Мысалы, біреу үлкен, біреу кішкентай болып шықпас үшін осылай барлығын жасап алдым. 24 дана шығады. Дәл осы тестадан осы көлемде де таразыңыз болмаса, осы домалақ көлемде кесіп алсаңыздар болады. Мына ыдысты мен кондитерлік магазиннен 80 теңгеге алдым. Сіздер өз қалаларыңыздан іздеп көрсеңіздер болады. Менде бар болған 6 штук, бірақ сонда да менің біраз тірлігімді бітіреді. Дәл осылай жанына жайып шығасыздар. Жайғанды 2 рет көрсеттім, яғни осы видеода. Шеттерін торлап шығасыздар. Бірінші жайған кезде көргендеріңізде міндетті түрде ортасынан басып жинайсыз. Бірінші шетін емес, қамырды ортасынан салғаннан кейін шеттерін басып шығасыздар. Басында осылай домалақ жасап алған, сіздерге ыңғайлы. Көріп тұрсыздар, ортасынан бастап шетке қарай ысырдым. Сосын балып шеттерін әдемілеп бір тегіс қылып шықтым. Кейін барлығын осылай жасап пісіре бересіздер. Үстіне вилкамен тесіп жерсеңіздер де болады. Дәл осыны 180 градуста 20-35 минут көлемінде пісіре бересіздер. Осылай тарталеткилер дайын шығады, достар. Міне, дәмі өте әдемі үгітіліп тұрады. Мен тәтті тарталетки печенье есебінде жасадым. Міне үстіне кәдімгі крем-чиз қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша жасайсыз. Яғни тестасына сахарный пудра қоспай, дәл осы тарталетки жасай бересіздер. Ішіне икра қосасыздар ма, колбаса мен сыр жасайсыздар ма өз қалауларыңыз. Міне подписаться бөлімін жазып, басып, құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыздар.